Жеті саны. Бұл адам өзге адамға психологиялық қысым жасаған, манипуляция жасады және біреуді өзіне бағындыруға тырысты. Енді өзі қиын жағдайларға тап болуы мүмкін. Серіктес болған адамдар өзіне үстемдік еткісі келеді. Сондай-ақ сізді бағынышты позицияға қоюға тырысатын адамдар жиі кездеседі. Пысықтау. Дербестікті дамыту, жұмыс істей білу, эмоцияларды бақылауда ұстау, өзіңіздің және серіктесіңіздің мінез-құлқын түсіндіруді үйрену. 8 саны. Бұл адам өткен өмірінде бақсы болған, немесе сиқырлы күшті сезінді. Бірақ екі жағдайда да сенімсіздіктің құрбаны болған. Бұл адам қандай да бір тылсым күшке сатқындық жасады. Сондықтан психикалық бұзылулар мен қиындықтар жиі кездеседі. Пысықтау. Қандай да болмасын жағдайда қарапайымдылықты, тағдырға мойынсұнушылықты, шыдамдылықпен күту қабілетін дамыту. 9 саны. Бұл адам жақындарымен суық қарым-қатынаста болды, әрекеттері де үстіртін болды және жақын адамдарымен санаспады. Өзін олардан алшақ ұстады. Пысықтау. Отбасын құру, басқаларға көмектесу және өзіне сөз келтірмейтіндей өмір сүру. Достар, бұдан басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.